Менің неге ақшам жоқ? Неге мен үнемі бос уақытым аз? Өміріңізде бір рет болса да ойланып көрген кезіңіз болды ма? Ал сіздерде ақша мен бос уақыт қашанда жеткілікті деп ойлайсыздар ма? Егер сіз бір затты сатып алатын кезде алсам бекен, жоқ алмасам бекен деп ойланатын болсаңыз, демек сіздің ол затты сатып алуға деген ақшаңыз жетпей тұр деген сөз. Егер мен жұмыстың барлығын бір өзім жасайтын болсам, онда менің бос уақытым азая береді. Бұл бай адам емес, жай қарапайым адамның күнделікті өмірдегі қолы жұмыстан босамайтын күрбелең тіршілігі болып есептеледі. Ең алдымен біз уақыттың құндылығы, яғни маңыздылығы туралы ойлануымыз қажет. Бізге берілген 24 сағат деген уақыт барлығымызға да бірдей екені белгілі. Егер достарыңызбен кездесіп шахмат ойнасаңыз да, ғаламтор арқылы онлайн ойындарды ойнаған кезде де сол ойынның өз заңдылығы бар сияқты, бұл өмірде де барлығымызға бірдей берілген 24 деген сағатта заңдылық. Барлық адамдар қарапайым, жылдам, әрі тез, ыңғайлы қызметті пайдаланғысы келеді. Бірақ қаншалықты жылдам, әрі ыңғайлы қызметті пайдаланған сайын, ақысын да соншалықты төлеуді ұмытпау қажет. Мысал келтіре өтейін. Мен барғым келетін жерге жету үшін 15 сағаттық жолға $50 төлеп автобуспен барамын ба? Жоқ әлде $500 төлеп 1 сағатта самолетпен жетемін ба? Оны таңдауларыңыз қажет. Осы таңдау арқылы $450 уақыт пен ыңғайлылықты сатып ала аласыз. Менің айтқым келгені, кез келген уақытта ол ақша деген сөз. Ондай болса, байлар қалай ақшаға уақытты сатып ала алады деп ойлайсыздар? Кинодағыдай ешкім мендегі уақытты ақшаға сата алмайды. Байлар басқалардың уақытын ақшаға сатып алып, өзінің бизнесін 10 еседен 100 есеге көбейте алады. Ал осы бос уақытында басқа жұмыспен айналысады. Болмасам, басқа адам жасай алмайтын жұмыстарды жасайтын болады. Уақыт өткен сайын бизнес болсын, уақыт болсын көбейіп, менің бос уақытым да көп бола бастайды. Қазіргі замандағы нағыз байлар осындай жандар деп ойлаймын. Бос уақыты көп, ақшасы мол адамдар. Аз жұмыс жасап, емін-еркін жүре алатын бай болу үшін бізге берілген уақытты қалай пайдалануға болатыны жайында дәл қазір қолымнан келетін амалды іс жүзінде жүзеге асыру қажет. Ал енді сіздерге бай болу үшін уақытты қалай тиімді пайдалануға болады, осы жайында айтатын боламын. Ең алдымен қай жұмыстан бастап жасау қажет, осыны біліп аламыз. Бір күннің ішінде бітіру қажет жұмыстар тау сияқты жиналып тұрса, осы істерді қалай, неден бастау қажет екенін білмей, уақыт жеткіліксіз сияқты көрінсе, мен күні бойы қолым тимей жұмыс жасаған күннің өзінде уақыт жетпей өздеріңізге мынадай сұрақ қойып көрген күндеріңіз болды ма? Бүгін жұмыс көп жасаған сияқты едім, бірақ ең маңызды жасау қажет жұмысты бітіре алмағанымдай деген. Таң атысымен ең бірінші қолымызға ручка және парақ алып, бүгінгі жасау қажет жұмыстардың тізімін жазамыз. Егер таңертең жазуға уақыттарыңыз болмаса, 30 минут ерте тұрсаңыздар болады. Содан соң ең маңызды жұмыстан бастап тізімін жазып шығамыз. Осы тізімдерге қарап, қаншалықты уақыт қажет екенін жазып, бір күнде қаншалықты жұмысты бітіре алатынымды жазып көреміз. Ал егер осы тізімдерді жазсаңыздар, демек жарты істі бітірдіңіздер деген сөз. Дәл осы тізім бойынша жұмыстарды жасасаңыз, жасау қажет жұмыстардың барлығын қалай бітіргеніңізді байқамай қаласыз. Сіз өзіңізді емін-еркін, тіпті жай барахат сезінгеніңізді түсінуіңіз мүмкін.
жұмысты бастау қажет еді деп ойланып отыра берсеңіздер, отырып қанша уақыттарыңызды жоғалтып аласыздар. Осылай жоғалтқан уақытпен қоса еріншек болып кетулеріңіз мүмкін. Сол үшін таңертең сіздер жазған тізім бойынша қимылдасаңыздар болады. Жоғарыда сіздерге айтқан 5 секундтық заңдылық көмегін тигізеді деген үміттемін. Екіншіден, бос уақытты қалдыру қажет. Мысалы, жұмыс 6 сағат, жиналыс 2 сағат, кітап оқу 1 сағат, спортпен айналысу 1 сағат, сабақ оқу 1 сағат деп бір күндік тізімді жаздық деп ойлайық. Қай кезде қандай жұмыс жасау қажет екенін тізімін толық құрдыңыздар ғой, иә? Бірақ бұл тізімді ұмытып кетсеңіздер, жұмыстарыңыз жоспар бойынша жүрмейтін болады. Сол үшін әрқашан бос уақытты да қалдырып қойған абзал. Біз қазірге дейін жоспарланған жұмыстың бәрін жасап бітіре алмауымыз, ол бізге берілген уақытты 100% қолданамыз деп ойлағандықтан, бос уақыт болмайынша жоспардың орындалуы да өте қиын болады. Мен ойламаған жерден пайда болатын жағдайлар, тағы болмасам тойда шығып қалуы мүмкін. Сол үшін қашанда уақыттың барлығын 100% қолдана алам деп ойлау, ол сіз жоспарлаған жұмысты орындай алмауыңыздың бірден-бір себебі болуы мүмкін деген сөз. 100% уақыттың 30%-ын мен күтпеген оқиғаларға арнап қойсаңыз, уақытысында бітіре алмаған жұмыстарды жасай аласыз. Яғни, уақыт жетпей қалды деп айта алмайсыз деген сөз. Үшіншіден, қалған уақытты тиімді пайдалану. Бірінші, екінші әдістерді түсініп дұрыс пайдалана алсаңыз, онда бізде бос уақыт та пайда болады деген сөз. Бос уақытымызды қалай пайдаланғанымызға байланысты, біз байлардың қатарына бір табан жақындап жатқанымыздың белгісі болады. Әңгіменің тоқетерін айтатын болсам, осы бос уақытымызда бір кітап оқысақ, біз білмейтін жаңа білім ала аламыз. Болмаса, жаңа әдістерді үйрене алатын боламыз. Бос уақытымызда рахаттанып демалсақ та болады. Болмасам, басқа да қосымша жұмыс жасап, қосымша табыс табуға да болатын амалдар бар. Әрине, бірақ бай болғыңыз келсе, көп кітап оқып, өзімді дамытып, бай болуға деген санамды өзгерткеннен артық амал жоқ деп ойлаймын. Яғни, кітап көп оқу қажет. Егер мен кітап оқығанды ұнатпаймын, болмасам, қалай кітап оқып бастасам, солай ұйқым келеді дейсіздер ме? Қандай амал қолдансақ, кітап оқығанда қиналмаймыз. Кітап оқу арқылы қалай ақша табуға болатыны жайында келесі бейнежазбаларының бірінде айтатын боламын. Бейнежазбаны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Бақыт кілті каналына тіркелген барша жандар да осы амалдарды қолдану арқылы байлық пен бақытқа қол жеткізулеріңізге Бақыт кілті каналы шын жүректен тілектеспін. Рахмет.